3, 2, 1. Сәлеметсіздер ме? Мен тастан жақсылық Қожа Насырдың хикаяларын айтып беретін боламын. Бірде Қожекең бояу шеберханасын ашады. Шеберханаға келіп кетіп жатқандардың бірі Қожекеңді мұқатпақ болады. Қожеке, мына бір затты ешкім естімеген, ешкім көрмеген, яғни қара да емес, ақ та емес, көк те емес, қызыл да емес, сары да емес, жасыл да емес, қоңыр да емес, сұр да емес, бір түске бояп беріңізші дейді. Қожа Насыр оның кекетін түсініп қояды. Жарайды, айтқаныңдай болсын, тастап кет. Қашан келейін дейді анау. Қулығын асырдым деп мәз болып. Қашан келсең де өз еркің, бірақ сен келетін күн дүйсенбі де, сейсенбі де, сәрсенбі де, бейсенбі де, жұма да, сенбі де, жексенбі де болмасын дейді. Сонда Қожа Насыр да қулығын асырыпты. Келесі хикаясына көшейік. Бірде Қожа Насыр түннің жарымында бастығына телефон шалып тұр дейді. Есегім өліп қалды, Басеке, деп жыламсырап. Ей, есің дұрыс па? Бір есектің өліміне бола түннің жарымында мені мазалап десе, Қожекең туыс-туғандарына хабар бергелі жатыр ем деген екен. Келесі хикаясына көшейік. Хан Қожа Насырды шақырып алып, алдына ақша қояды да былай депті. Қожеке, мына бір сом мен бір тиын, осының қайсысы көп, соны айтшы. Қожекең ойланып тұрып, әрине бір тиын көп дейді. Таң қалған хан, неге бір тиын көп дейсің? Себебін айтшы. Себебі бір сом дегенде 6 әріп бар, ал бір тиын дегенде 7 әріп бар. Өзіңіз айтыңызшы, 6 көп пе, 7 көп пе? Келесі хикаяға көшейік. Қожекең басына сәлдесін орап алып, көшеге келе жатады. Біреу аттыға жүгіріп келіп, мына хатты оқып беріңізші дейді. Мен хат танымаймын. Ендеше неге басыңызға сәлде орап алғансыз? Мәселе сәлдеде болса, мә, басыңа ора да хатыңды оқып ала ғой депті Қожа Насыр. Сау болыңыздар, достар.